Қайырлы күн баршаңызға. Дәмі өте керемет тіл үйретін самсалар дайындаймыз. Самса дайындамас бұрын сіздерді ерекше өте әдемі каналмен таныстырғым келеді. Гүлсира деген қыз өзінің каналында тегін мастер-класстармен бөліседі. Описанияға ссылка қалдырып кетем, міндетті түрде кіріп тіркеліп алыңыздар. Самсамыз дайындаймыз. Кеңірек ыдысқа 150 мл ыстық су құямыз. Оған 50 грамм сары майымызды салып, жақсылап ерітеміз. Сары майды микроволновкада ерітіп алсаңыздар болады. Мен осылай ыстық суда еріттім. 1 шай қасық тұз саламыз, бәрін жақсылап араластырамыз. 1 жұмыртқа саламыз. Және де бәрін бір келкі масса болғанша араластырамыз. 400 грамм ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды илеп, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Қамырымыз тынғанша салмамыз дайындаймыз. 400 грамм сиыр етін сақтап тураймыз. Оған үлкен бір бас пиязды сақтап турап қосамыз. Кішкене құйрық майдан сақтап турап қосамыз. 1 шай қасық тұз саламыз. Жарты шай қасық қара бұрыш қосамыз. Кішкене сақталған сыра қосамыз. Жарты шай қасық кориандр қосамыз. 1 шай қасық кепкен аскөк қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Құйрық май қосқыларыңыз келмесе, міндетті түрде сұйық май қосыңыздар. Сөгеде самсаларыңыздың салмасы сочный болады. Қамырымызды жұқалап жаямыз. Қамырымызды осылай жұқалап жайып алған соң, осындай формамен дөңгелек етіп кесіп аламыз. Бәрін дайындап алдық, бізге қайшы қажет болады. Қамырымызды өстіп бүктеп, қайшымен осылай ұшын кесіп алып тастаймыз. Екінші қамырымызға қойып, айландырып, осы бетіне салмамызды саламыз. Тура осы видеодағыдай түйіп шығамыз. Екінші саусағымыздың көмегімен осылай жинап түйеміз. Айландырып, осылай екінші қамырымызды ашып аламыз. Үстіне тағы да салмамыздан саламыз. Тура осылай видеодағыдай қамырымызды жинап, қысып, түйіп шығамыз. Өте әдемі, ерекше. Тағы да түсінікті болу үшін біреуін түйіп көрсетейін. Қамырымыздың тек ұшынан ғана шымшып жинаймыз. Барлығын түйіп алдық. Противенға пергамент қағазын төсеп, самсаларымызды тізіп, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Жағып шыққан соң бетіне түменнің қара дәнегін септім. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай күнжіт сепсеңіздер де болады. Қызып тұрған духовкада 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Самсаларымыз пісті. Өте әдемі, өте дәмді. Мерекелік дастарханда өте әдемі, ерекше сән беретін самсалар. Дайындап көруге кеңес беремін. Жиі-жиі дайындасаңыздар, тез түйіп үйренетін боласыздар. Самсамыздың іші өте әдемі болып шықты. Қамырымыз да әдемі жұмсақ.
ішіндегі салмамыз да өте әдемі дәмді болып шықты. Менің каналымда бұдан да басқа әдемі самсаларының рецептері бар. Міндетті түрде кіріп көріп шығыңыздар. Алда жақсы самсалардың рецептерін жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.